Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай тауықтың аяқтарынан жасалатын ерекше дәмді тойымды самсалардың рецептісімен бөлісемін. Каналға тіркеліп, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай қытырлақ дәмді тойымды болып шығады. Жасап өз туысқандарыңызды, жақын жандарыңызды қуантыңыздар. Бірінші кезекте самсамыздың тестасына кірісеміз. Суымызға бір жұмыртқаны қосамыз, және де бір шай қасық тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Және жақсылап қамыр елейміз. Енді тауық аяқтарына кірісеміз. Тауық аяқтарына тұз, бұрыш, паприка, кориандр, зира қосып араластырамыз. Үстіне 3 қасық соевый соус қосып, жақсылап араластырамыз. Аралай жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді қамырымызға кірісеміз. 2 бөлікке бөліп, екеуін домалақтаймыз. Бірінші қамырымызды алып жайып аламыз.
Бірінші жайылған қамырымыздың бүктеп, осылай арасына ұн сеуіп алып қоямыз. Енді екінші қамырымызға кірісеміз. Екінші қамырымызды да жайып, дәл солай жайып аламыз. Жайып болдық. Енді бірінші қамырымызды арасына сары майымызды біркелкі етіп, тегіс етіп жағып аламыз. Енді екінші қамырымызды дәл осы бірінші қамырдың үстіне жайғастырып шығамыз. Және осының үстінен де сары майымызды біркелкі етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне май тиюі керек. Біркелкі етіп жағамыз. Енді домалақтап ораймыз. Енді бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы бөлінген бөліктерімізді оқтаумен жайып аламыз. Үстіне азғантай пиязымызды қойып, видеода көрсетілгендей етіп түйеміз. Барлық самсаларымызды түйіп алдық. Енді үстіне бір жұмыртқаның сарысы мен бір ас қасық сүтімізді қосып бетіне жағып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша үстіне күнжіт сепсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ас болсын.